Сәлем құрметті достар, мен сіздерге жүсіп зілиха хрестоматиясының бүгін зілиханың қайғысы атты тарауын оқып бермекшімін. Уаллахи биллахи, міне жаным, міне иманым деп ант ұшты. Бір сүйгенім бар, заты нұр болғанмен, аты қолына көңіл алыпты деген өсектен қорқып ешкімге айтпағам. Бүгін бірінші рет саған сыр аштым, деді. Қу кемпір, ертерек неге айтпадың? Бұл нағыз мен айналысатын шаруа ғой. Оның шипасын мен ғана білемін, деп төсегіне жақындады. Қол аяғын уқалады. Зілиханың үміті оянды. Шын айтасың ба? Тез айт, не амал бар? Малыңды сарп қыл, мұратыңа жетесің. Малым түгіл жаным пида, созбақтамай тездетіп айт, деді Зілиха шыдамсызданып. Алдымен ұсталарыңды жина, жаңадан сарай салдыр, өзіңе жұқа жібектен көйлек тіктір, іш киімдерің көрініп, сұлу мүсінің қаламенсіз қандай сызылып тұрсын. Енді ең бастысын айтайын, бүкіл бөлменің 4 қабырғасын, төбесін, еденін түгел айнадан жасат. Жүсіп назарын қайда бұрса да көз алдында сенің ғана жалаңаш бейнең шағылысып тұратын болсын. Сосын, деді Зілиха шыдамсызданып. Сосын тоты құстай таранып, әтіріңді сеуіп сарайға Жүсіпті шақырасың. Жаңа сарайға кіргенде басы айналып жұпар иісіңе мас болып құшағыңа құлайды, деді. Зілиха кемпірдің ақылын естігенде бақыттан басы айналып сала берді. Ақысына 1 сандық алтын берді. Сосын Әзизге ешкімде жоқ, өзіме ғана лайық ғажайып сарай салып бер, деді. Әзиз сол күні іске кірісті. Мысырдың ең шебер ұсталарын алдырып, елде жоқ ертегі сарайды салдырды. Зілиханың азғыруы. Зілиха надандықтан әлі арылмаған еді. Сәнем атты пұт құдайын сарайдың төріне апарып қойды. Жүсіп екеуміздің махаббатымызға куә болсын, деді. Сосын жібек көйлегін киіп, мамық төсектің үстінде гүл-гүл жайнап отырды. Жүсіпті алдырып қасына отырғызды. Құлдар есікті сыртынан құлыптап кетіп қалды. Жүсіп Зілиханың мына оғаш қылығына реңі өзгеріп секем алып отырды. Тәңірісіне жалбарынып, фазыларыңмен мені сақтай көр, деп күбірледі. Менен неге қашасың? Мені неге сонша азапқа саласың? Түсімде жамалыңа ғашық болдым. Өзіңді көруге асық болдым. Сен үшін елімнен жыраққа кеттім. Бүкіл азап пен қасіретке де төздім. Жаның ашысын маған, деді Зілиха. Жүсіптің білегінен ұстай алып, Жүсіптің жүрегі асау аттай тулап сала берді. Ол: әй Зілиха, жібер қолымды, мені де өзіңді де қарабет қылма, ұлық Алланы ұмытпа, қу нәпсіңді құлыпта. Жарабет жазылады, қарабет жазылмайды. Ертең ақыретте Алланың алдында қарабет болып тірілуден Құдай сақтасын, деп жалына бастады. Зілиха: ей, жүзі көркем, мінезі жарқын, асылым, ең әлемдегі ғашығым, жамалың жаннат мен үшін, өзіңді көріп тасыдым, мына сарайды саған бола салдырдым, өзіңді қалап алдырдым, дегенде барып Жүсіп іркіліп жан-жағына зер салып абайлап төңірегін шолды. Жарайды, сарайға жайып екен, күйеуің қайда? Неге жападан жалғыз өзің отырсың, деді. Зілиха: ол мұнда не істейді? Сарайды сен үшін салдырдым ғой. Әй Зілиха, есіңді жи, Әзиз қожам бар дүниесін сарп қылып мені сатып алды. Мені баласынан артық көрді. Әкемдей мейірімді қожама қалайшысы опасыздық қыламын. Бұл бәленің басы сайран, түбі ойран. Бір бәлеге ұрынбай тұрғанда осы жерден тоқта, деді қалшылдап. Зілиха оның сөздерін естімеді. Құмарлығы қозып есіл-дерті Жүсіпті тезірек құшу болды. Айқын есінен айрылған Зілиха ғашықтықтан сандырақтап: әй Жүсіп, жүзің неткен нұрлы еді, жүрегімді қанжардай тілдің, көңілім төріне жалындай шалқып кірдің, лебің қандай шырын еді, сөйлесең дегбірім қашады, ыстық деміңе тұншығып, тұла бойым өртеніп барады, жанарың жан дүниемді еліктіріп, желіктіріп, желпіндіріп, өлтіріп барады, денем балқып, құмарлығым қозады. Әй Зілиха, ол айдай жүзде не қайран?
көтеріп қуысқа салған соң, қараңғы жайға барған соң, алма жүзден әр сөнер, қабірдегі қот-құмырсқа етіңді жеуге белсенер, абырой деген ажармен емес, ар-иманмен өлшенер, қызғалдақтай жайнаған әлпетімде, қызыл қаны қайнаған келбетімде, сұлу болғанымен жер бетінде, тар лақапта қарайып солып қалар. Осы сөзімді өтірік десең, менелген соң қабіріме кіріп тексер, сонда көзің жетер. Қара қасың туған айдай керілген, ақ тістерің меруіттей тізілген, әрқайсының беделіне бар байлықты берер ем. Енді сен періңді маған берсең, бүкіл бейнетіңмен машақатыңа көнерем. Әй Зылиха, олай деймін, мені мақтама, арам ойыңды көңіліңе сақтама. Көмілген соң қара қасым қоғадай болып шашылар, 6 кез кебіммен бірге жидіп бар міні сонда ашылар. Әрбір түгін бір-бір есек құрт ұясына тасып ал. Осы күймен куә болсаң, мені мүсіркеп жаның ашыр еді. Мақтаған тістерім төгіліп түсіп шашылар. Қазір меруеттей жайнағанмен ертең топыраққа жаншылады. Жауын құрттар ерелеңдеп келіп кіреукесін тесіп өтеді. Сол кезде бұл тістерден парша-парша болып бөлінеді. Қураған бас сүйектен ажалдың азабы ғана көрінеді. Жібектей қап-қара таралған шашың бар, бұлдырсыз тап-таза жаралған басың бар, қанаттан суырған қанжардай қасың бар. Шашың мен қасыңның жарқырап, ғажап асылдар. Тор шорың шырмалып басымды ноқталар, аялап сипасам ғана көңілім тоқталар. Жаныма жағын келмесең бармауға менде жоқтамал. Шашыңды 10 күн тарап 5 күн өрейін, иісі ғажап әтірлерді өз қолыммен төгейін. Әр талының інжу маржанын дүр гауһарға терейін деп үздікті. Әй Зылиха, бұл шаштан маған қайыр жоқ, оны мақтайтын жайың жоқ. Көргенде үйсысқан мақтадай боп иленеді, әр талы қара жердің қыртысына түйреледі. Тірісінде адамға көрік бергенімен, өлгенде үрейге бөлейді. Әлемдер күнәнің көптігін шашқа теңейді. Сондай қадірсіз затқа қалай мсынасың? Алладан қорықпай асылып неге іске құлшынасың? Кірпігің тізіліп миыма қадалар, нұр көзің сүзіліп ойыма от салар. Төбіме сүңгідеп санамды бопсалар. Мені өзіңнің тұңғиығыңа тартады, сабырыма мың батпан жүк артады. Жәдігөйдің сиқырындай жанымды жаулайды, барша сезіммен тұла бойымды баурайды. Көзіңе көзім шарпысқанда өзге әлемді ұмытамын. Жанардағы шуағыңмен жаураған жүрегімді жылытамын. Жақұттай жанарыңнан, ақықтай тамағыңнан бір сүйсем арманым жоқ. Әй Зылиха, ол жайнаған көзден нұр таятын күн болады. Қайрат кетсе қарғадым жер жүру мұң болады. Ажал жеткенде алдымен жанардың оты сөнеді, сәулесі өшіп, шұғыла нұры семеді. Жұмсақ еті есек құрт пен шаянның жемі болады. Топырақ құйылғанда ғана көздің ашқарақ дертінің емі қонады. Көз нәпсінің әскері, күн санап арзуының өскені. Дүниенің қазынасына кенелсе де тоймайды, қабірге енгенде ғана құмарлығы жайрайды. Әй Жүсіп, мен үшін бұл дүниеде сенің дидарыңнан басқа мәнді қызық қалмады. Бұл дүниеде қызық жоқ зікірден басқа, ақиретте қызық жоқ Алланың дидарынан басқа. Маған бір рет назарыңды салшы, онда жаратқанның жамалынан құр қаламын. Неге қорқасың? Арды бұлғап, иманды ұрлатып, Алланың қаһарына ұшыраудан қорқамын, деді қарсыласып дірілдеп. Оның несіне уайымдайсың? 100 өгізді құрбандыққа шалсаң, біздің сәлемнің кешпейтін күнәсі жоқ. Ол сондай мейірімді, деді пұтына сүйсіне қарап. Менің сыйынатын ұлық Аллам ондай құдай емес, ол өзіне опасыздық еткендердің азабына салатын қаһарлы Алла. Біліп тұрып жасаған күнәң үшін бүкіл дүниенің өгізін түйелерімен қосып садақа қылсаң да қарабет боп қалған. Қойшы сен де қайдағыны айтпай,
тұр ғой біздің сәнәм, ешкімнен кек алмай-ақ, деді. Зылиха да бұдан артық шыдай алмады. Үстіндегі жібек көйлек сыпырылып түсті. Оның жалаңаш мүсініне қарай алмай Жүсіп жанарын алып қашты. Бірақ Зылиха қулығын асырған еді. Қай тарапқа қараса да құлындай сұлу мүсін қабырғадағы айнадан шағылысып көрініп тұрды. Төбеге қараса да, жерге қараса да Зылиханың аппақ тәні айнадан шағылысып ақылын шырмай берді. Біртіндеп Жүсіптің тұла бойы шымырлап, жүрегі асау-таудай тулап кетті. Буындары босап былқ-сылқ етіп жүруге шамасы келмей бара жатты. Мұны көріп Зылиха кет әрі емес екен деп ойлады. Жалма-жан дамбалының бауына қол салды. Сұлулар көп сұқтанатын болғасын Жүсіп те сақтық қылып, ол дамбалының ішкі бауын 7 жерден буып, шиелеп, түйіндеп тастаған еді. Зылиха түйіндерді тездетіп тарқатуға кірісті. Бірінші түйін шешілгенде Жүсіптің аружаны жүрегі мазалай бастады. Бір пәсте ардың азабына түсіп, тұла бойы өртке оранды. Екі беті мен екі құлағының ұшына дейін шоқ болып қызарып кетті. Оны қараған Зылиха жоқ, әне-міне дегенше екінші түйінді шешіп үлгерді. Осы кезде Жүсіп сәл есін жиып, әлсіз қарсылық көрсеткен болды. Құмарлықтың тегеурінді күшіне мінген Зылиха оны елеген де жоқ. Кезек үшінші түйінге жетті. Ол да кетті тарқатылып. Жүсіп теріс айналып шегінскісі келді, бірақ адым аттауға әлі қалмаған еді. Сол кезде Зылиха төртінші түйінді шешіп жатты. Жүсіп тоқтат мына масқараны деп қайталап ғана тұрды. Кезек бесінші түйінге жетті. Ол да тездетіп тарқатты. Алтыншы түйін қатты шиеленіп тұр екен. Зылиха құмарлық қысып қалшылдай бастады. Екі қолы дірілдеп оны да шешіп жіберді. Ең соңғы жетінші түйін қалды. Бұл шешіліп киім толығымен сыпырылған болса, бәрі де бітті деген сөз. Жүсіп құрудың асақ алдында тұрды. Ар-ожданы иманды қорғап, тұла бойына хабар таратып, құмарлықпен айқасып жатты. Нәпсі айдаһарда бұғаудан босап, Жүсіптің иманын біржолата жұтуға келіп те қалды. Жүсіп бар күшін жинап, екі қолымен соңғы түйінді уысында ұстап қатты да қалды. Осы кезде ғайыптан Жәбірейіл ұшып келіп, Зылиханың жанарын төрде тұрған тас пұтқа бұрды да көңіліне ұяттың бір ұшқынын тастап кеп жіберді. Солай екен, Зылиха сылқ етіп қалды. Дереу Жүсіптің ауы мен бауын жайына қалдырып, пұт құдайына қарай жақындады. Жерден жібек көйлегін алды да пұттың бетіне жапты. Мына көрініске Жүсіп аңтарылып қарап, әй Зылиха, не істеп жатырсың, деді. Көріп тұрсың ғой, пұттың бетін жауып жатырмын. Неге жаптың? Құдайым қарап тұрса ұяламын, оның көзінше зина жасау өлім емес пе, деді. Зылиханың сөзін естігенде Жүсіптің үстіне біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Жаңа ғана бүкіл денесін шырмап тұрған нәпсінің құмарлық оты лап етіп сөнді де қалды. Мына пұтқа шоқынған надан әйел жалған құдайдан ұялғанда мен қалайша ұлық Алладан қорықпаймын. Сонда мен мына пұтарас надан әйелден өткен қайырсыз ақымақ болғаным ба, деп міңгірледі де кенет дүр сілкінді. Бар даусымен, уа Тәңірім, өзіңнен болсын медет, мына бәледен құтқар мен қара бетті. Құрметті достар, осы әңгіменің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.